Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін бірінші сабағымызды бастаймыз. Бүгін мынандай бояғышты ермексазбен бояймыз. Раскраска дейміз ғой. Бұған фломастер керек жоқ, қалам керек жоқ. Біз бұл суреттерді мынандай ермексазбен бояймыз. Сендерге бүгін көмектеседі Ая мен Алуша. Менің атым Ая, мен 8 жастамын. Біз қазір осы жұмыспен орындаймыз бірге. Менің атым Алуша. Қаншадасың? Мен 6-дамын. Так, ал айтып кетіңдерші, қай класста оқисың, Алуша? Қай сыныпта? Бірінші сыныпта, я? Мен 3-ші Е. 3-ші Е сыныбында оқиды. Ал кеттік. Ал мынандай бояғышымыздың ішінде 4 сурет бар екен. Мына қараңдар, алыңдар, кім қандай суретті таңдайды кән? Кән бізде не бар? Бізде қоян бар екен, кірпі бар, тағы кән Ая, әкеш кәні. Мынау не? Елік, сосын тиын. Ал бір-біреуден таңдайық, кім қандайсын істейді қазір? Сен екеусің? Сен екеусің. Жоқ, қазір бір-бір суреттен істейміз ғой, кім қайсын істейді? Сен қайсын істейсің, Алуша? Қоянды. Онда кірпіні алып тастайық. Ая, сен қайсын істейсің? Елікті істейміз. Жарайды. Мына Алуша қоянды істейді. Қазір біз сендерге көрсетеміз. Бұл негізі балалар өте қызықты жұмыс. Фломастер қаламмен бәрімізде боя аламыз. Бірақ енді біз қазір ермексазбен бояймыз. Сендерге бәрін нақты көрсетеміз, я? Міне Ая да дайын отыр, ермексазы дайын, елігі де дайын, және өзі де дайынсың ба өзіңде? Ал кеттік, я? Алуша, сен қандай түспен бояйсың қоянды? Көгілдір. Қай түскен? Көрсетші кәні. Мына көгілдірмен бояйды екенбіз қоянды, жарайды. Ая, сен? Мен қызыл-сары түспен бояймын. Қызыл-сары, оранжевый дейміз ғой, да? Ал кеттік. Ал мына Алуша алды. Жоқ, бірінші ермексазды жұмсартайық та, жұмсақ қылайық та, аты ол қатты ғой. Ал Ая оранжевыйын алды, жұмсартындар. Балалар кішкенеден үзіп аласындар. Міне біз үзіп алдық. Соны жұмсақ қыламыз да, и мынау қоянның үстіне жағамыз. Қазір мен сендерге көрсетемін. Міне былай жағу керек, міне. Жұмсақ қылғаннан кейін үстіне қойып жабыстырамыз. Міне қоянның аяғынан бастап жатырмыз. Бүкіл денесін осындай көгілдір түспен қыламыз, я? Кән Алуша, көрсетші қалай істеу керек. Егер мынау сызықтан шығып кетсе, мынау пышағы дейді ғой, пластилин, соның мен артығын кесіп тастайсыңдар. Ал енді Аяның көрейік. Кән Ая. Ая аяғынан істеп жатыр. Балалар, мынаны бүйтсеңіздер болады да, Ая да, мынаусын жайлап соза берсеңдер, бүйтіп кете береді ары қарай. Міне қалың қылудың қажеті жоқ. Жұмсақтан қыла беріңдер. Егер пластилиндарың жетпей қалса, ары қарай тағы басқасын алып істей бересіңдер. Кән Алуша, көрсетіп жіберші. Уже құйрығында істеп қойыпты Алушка. Молодец. Ая міне еліктің уже бір аяғын бітірді. Кішкене оңай деп айтпайын, бірақ біраз күш салу керек. Бұл да бір ерекше еңбектің түрі. Кішкене ермексазбен өте жұмыс деген өте пайдалы, моторика дейді ғой. Қолдар біраз жұмыс істейді. Фломастермен қаламен бояй салу оңай, бірақ ермексазбен кішкене қиынырақ. Сол балалар, сендерге осындай ата-аналар көріп жатса, осындай раскраска пластилина деп жазылады. Неше түрлері бар, аз көрсетейін. Мысалы, басқа да жануарлары бар, көліктер бар, су жануарлары бар. Мына ішінде 4 штуктан болып келеді. 4 дана дейміз ғой міне. Мысалы, мына жерде тиын бар. Тиынды де алсаңыздар болады. Кірпіні де істесе де болады. Өте қызықты. Бұл мектепке дейінгі және мектеп жас балаларына арналған. Ата-аналардың көмегі де кішкене керек болады.
Бізде Ая мен Алуша осындай көп нәрсе жасағанды жақсы көреді, сурет салғанды, жабыстырғанды, бір нәрсе құрастырғанды, оның бәрін сендерге жайлап кейін көрсетеміз. Мына оңай ма екен, Аечка, или қиын ба? Оңай ма? Кішкентай балаларға сияқты. Алуша, саған оңай ма, қиын ба? Оңай ма? Көрдіңдер ме, балалар, еш қиындығы жоқ. Мына Алуша уже қоянның бір шетін істеп болды, кеудесін істеді, енді екінші аяғын істейін деп жатыр. Бұны істегенде балалар асықпай, жақсылап істесеңдер, еңбектерің өте әдемі болып шығады. Мына Аяның елігі. Түстерді өздеріңіз де таңдап алсаңдар болады. Тура осы түспен істеңдер деп айтпаймыз. Қоянды да өздерің білесіңдер, қызғылт қылсаңдар болады, жасыл қоян қылсаңдар болады, ақ қоян немесе қара қоян. Алуша көрекші. Алуша уже почти бүкіл денесін істеп қойыпты. Енді басын істеп жатыр. Сосын сәбізінді Алушкада істейміз да. Күшті. Енді Аяныкін көрекші. Ая көрсетші. Ух ты, қараңдаршы, қалай әдемі көрінеді. Все-равно кішкене ермек сазбен, пластилинмен бәрі өте әдемі көрінеді. Ерекше. Алуша, қалай оңай болып жатыр ма? Шаршап жатсың ба? Айтсаңшы енді ойыңды. Қалай емесін? Аякан, сен айтшы. Кішкене шаршап, да? Егер балалар кішкене шаршасаңдар, разукрашка дейді ғой, раскраскаларында кішкене көп қойсаңыздар болады. И біраз уақыттан кейін демалып алып, қайтадан жалғастыруға болады, я? Мен қазір құлағын істеп жатсың ба? Ая, егер мынау сызықтан асып кетсе, не істейсің сен? Күйсем пышақпен. Пластилиннің пышағымен де артығын алып тастауға болады. Сол кезде әдемі көрінеді. Өзіңе ұнай ма істеп жатқан жұмыс? Ұнайды. Бірақ әдемі істесем, ол өте шедевр болу керек. Әдемі. Қараңдаршы, қандай өте әдемі көрінеді. Молодец. Алуша, қоянды көрейікші. Алушан қоян, бір қоян маски сияқты болып қалды ма? Зорра қоян сияқты ғой. Ну ничего, қазір бәрін істеп болғаннан кейін әдемі көрінеді, иә? Ая, сенікін көрейікші, елігіңді көрсетші. Қандай әдемі болып шығып жатыр, елік, молодец. Алуша кесіп жатыр артықтарын, көрсетші, Алуша қалай кесу керек. Мұрын жағынан артығын кесіпсіз, да? Артық пластикленді алып тастауға болады. Молодец. Мен болдым істеп басын. Басын болдың ба істеп? Ja, құлақтарын болдым. Құлақтарын болдың, да? Жоқ, құлағын іші бар ғой әлі, я? Қышитын жері құлағының, да? Шашы қалды, сосын не қалды Алуша тағы да? Сәбізі. Сәбізі қалды, я? Сосын тағы да? Аузы. И? Мұрны. Молодец. Аяны көрекші. Ая, сен елігің не болып жатыр? Менің аузын істеуін жетіпсің. Қыстыр қараш, көрсетші. Ну, шен кетпейді. Уже Аяның елігі де бітіп қалды. Керемет күшті шығып жатыр, я? Кейін балалар істеп болғаннан кейін үстіне немесе артына өздерінің аттарыңды жазып қойыңдар. Сосын бүгінгі күнді жазып қойсаңдар болады. Сол кезде естеріңде болады, қай кезде істегендеріңді. Ая, саған не қалды енді? Маған қалды мынандай аяқтарын істеуге және кеудесіңді, құйрығында. Бұны қандай түспен істейсің? Осы ақ пластилинмен істеуге болады. Аяқтарын қоңырмен істейміз, да? Алуша, прическасын істеп жатыр Алуша. Молодец. Ермексаздан А деген әріп жаздық. Ая, Алуа. Так, Алуша уже бір құлағын бітіріпсің, да? Енді не істейсің, Алушка?
Екінші құлағын. Екінші құлағын істейміз. Ая, сен қай жерін істеп жатсың? Мен қазір оның кеудесін істеп жатырмын. Кеудесін істеп жатырмыз. Мынау ұшаны жү қояны тиіндеп қалды, қазір аузын істеп жатыр, я? Так, Ая, сен кіші. Уже барлық жерін бітіпті. Аяны құлағының іші. Мен құлағын. Құлағың үшін қандай қыласың? Осында ол құлақтың. Ол қандай түсті? Ашық басында. Қызғылт, я? Ашық қызғылт. Сосын қалды аяқтары. Ашық қызғылтқа. Көздерін істемейміз, көздері ақ болып қала берсін, да? Күшті. Енді несі қалды, Алушка? Сәбізі мұрны. Сәбізі мұрны, да? Мұрны қандай түсті құлай деп жатсың? Қара. Кәні қара. Мына Ая қазір құлағын ішін жасайды кән. Көрсетші қалай жасау керек. Ана ермек сазды кішкене не істеу керек? Ая жұмсартып алу керек, я? Бірінші. Жұмсартып аласыңдар, сосын жабыстырасыңдар. Мұрның кән. Мынау уже сәбізін істеп жатыр. Жағасыңдар созақтармен, я? Уже Аяда бітті. Енді аяқтарыны қалды. Қарандар қандай әдем болып шығады, я, Ая? Алушаның, қоянның уже несі қалды? Сәбізі. Сәбізі жапырақтарын істеп жатыр жасыл түспен. Түсімен бітеді жұмыстары. Бір демалыста осындай разукрашкаларды алып істесеңіздер болады. Өте қызықты және пайдалы балаларға. Мына артық жерлерін кесіп тастап жатырмыз, я, алып тастап жатырмыз. Кән сен кіші. Уже Аяда бітіп қалды, артық жерлерін Ая алып таста. Ал бітірдік кән, Алуша көрсетші кән өзің жұмысынды. О, керемет кән көтер. Міне қараңдар, кән Айчка, сен өзің жұмысын көрсетші кән, бер қара жақындап. Міне мынау Аяның істеген жұмысы, я? Кән Ая, не айтасың енді осы туралы? Ері кішкене әдемі шықты. Ұнады ма өзіңе? Ұнады, бірақ мына ауызы кішкене дыбыс болмай қалды. Ештен кетпеді. Келесі жолы қайсын істейсің, Айчка, енді сен? Енді мен болса тиімді істеймін. Кән көрсет, келесі жолы Ая тиімді істейді, я? Алуша, саған ұнады ма? Я, маған жұмыс ұнады. Әсіресе қай жерлер ұнады? Аяғын істеймін. Аяғын істеуге ұнады ма? Келесі жолы кімді істейсің сен? Кірпіні. Кірпіні, я? Мынандай кірпіні істейміз. Бұны да балалар біз обязательно түсіреміз кірпімен. Тиімді істеген кезде, мына осындай жұмыстарды істеп көріңіздер. Кәні, енді не айтамыз? Сау болыңыздар. Біздің каналымызға жазылыңдар. Көріңдер. Не көріңдер? Біздің каналымызды көріңіздер.